Ассаламу алейкум, құрметті бокс сүйер қауым және қолғап YouTube каналының көрермендері. Біз дәл қазір әуежайға келдік, себебі біздің қыздар, яғни Қазақстан Республикасының бокстан ұлттық құрамамыз дәл қазір Үндістаннан Нью-Делиден ұшып келді. 19:30-да ұшып келу керек еді, қазір 19:15. Мен әдеттегідей қалып келе жатырмын. Дегенмен чемпиондарды бірге қарсы алайық. Тал бойында талмаған ақыл күшің, еркемен езесен сал, жатырмысың жаныма жақынбысың, жаратқан қолдан соққан асыл мүсін. Сен көріктісің, тал бойында талмаған ерік күшің, не істеймін десең дағы еріктісің, себебі енді жалпы бұлай медаль есебінен алатын болсақ, әрине біздің қыздарымыз 6 медальға қол жеткізді. Оның ішінде 2-еуі күміс, 4-еуі қола болып, өкінішке орай біз алтынға қол жеткізе алмадық. Бірақ дегенмен де қыздарымыз жақсы нәтиже көрсетті, жақсы деңгей көрсетті. Алдымызда әлі үлкен жылдың науқаны бар, ол Азия ойындары. Соған дайындаламыз. Көрмей қалған біз осы жерде қателіктерімізді қазір соған жұмыс жасап, үлкен дайындықпен барамыз деген ойдамын. Қыздарға толық көңіліміз толды, өйткені қыздарымыз барын салды, жақсы өнер көрсетті. Енді өздеріңізде көрген боларсыздар, төрелік жағынан кішкене қателіктер болып жатыр. Өкінішке орай сол бір қателіктер болмағанда әрине бізде бұдан да көбірек жүлделер болады еді. Сен көріктісің, тал бойында талмаған ерік күшің, не істеймін десең дағы еріктісің, себебі көріктісің, сен көріктісің, тал бойында Жолдауларыңыз бізге үшін өте маңызды, өте ерекше. Мен өте қуаныштым, күміс жүлдегерім. Бірақ кішкене алтын керек болса, бірақ кішкене не получилось. Иншалла алдындағы жарысқа дайындық болады. Азия ойындары бар, Олимпиада ойындары бар. Иншалла алтын болады. Сен көріктісің, тал бойында талмаған ерік күшің, не істеймін? Жарыс өте жақсы өтті, жоғары деңгейде. Әлем чемпионатында оңай бойлар болған жоқ. Бірақ бәрі Құдайға шүкір, екінші орын алдым. Финалда кішкене ошибкалар болды, содан кейін судьялар солай шешті. Құдайға шүкір, екінші орын. Енді қателіктермен жұмыс істеп, Құдай қаласа результатты жоғары келесіде жоғарылауға тырысамыз. Соревнования прошли хорошо, чуть-чуть неправильно подобрала, конечно, тактику, хотела золотую медаль, но в целом все прошло хорошо, соперники были достойны, это чемпионат мира, слабых здесь не бывает, так что все хорошо, и спасибо, наверное, всем за большую поддержку, что даже в такой ситуации вы привезли бронзу, то есть, в том числе я.